Біздің үйіміз осы кіріңіз. 9 баланың анасымын. Үлкен қызым Хадижа, жасы 18-де. Одан кейінгі ұлым 15-тегі ұлым Алматыда оқып жатыр. Фатима, одан кейін Асия, Асма, Мұхаммад Юсуф, Мұхаммад Амин, Мұхаммад Ясир, сосын Фирдаус. Мен өзім әр баланы жаңағыдай Алладан сұраймын. Мен балдарға ұрсып көрген жоқпын. Балдарым, бірақ настроение болса, балдарым өздері тыныштала қалады. Сондай настроение болмаса, өздері тынышталады да, енді біледі. Тек қана бір жерде үлкен баламды ұрдым, онда да сумкамды кошелегім сыртына шығып тұрған ғой, соны кошелектен 1000 теңге алған ғой, балдармен жаңағыдай сыртта жүріп бірдеңе алған, магазиннен заттар алған, соны жаңағыдай рұқсатсыз алған үшін ұрдым да, бір ретте тек. Қазір ер адам мен түздің адамы ғой, еркек далада жүреді дейді ғой. Мен оны кейбір түсінсе, кейбір түсінбейді. Көбінесе өзім балдардың қасында өзім боламын. Балдарды шүкір енді. Ана керек қой балдарға первый очередь. Сосын ондай қатты қиналып отқан жоқпын, шүкір Аллаға. Қызым көмектесіп жатыр. Өзімде жаңағы пособиямыз бар, Аллаға шүкір. Жолдасым көмектесіп тұрады арасында. Өзім енді адам іздемеймін, жалпы жаңағы не алып көмектес деп не алмаймын да, өзім әйтеуір жұмыс жасап кете берген жақсы көремін. Балдарым өсті ғой енді. Ешкімге қарап отыратын адам емеспін жалпы өзімді. Неше жыл енді үй жалдап жүрдік қой. Бірталай жыл болды үй жалдап жүргенімізге. Аллаға шүкір, үйлі болдық. Айнұр деген мұсылман келіншек телефон соқты. Райса апа, сізге алдында үй сұрап жүрдіңіз ғой деп, Ройден кооперативке мен ақша салдым. Ол Ақтөбеден алды. Ақтөбеде очередьте тұр. Қырғызстанда үйді сатып, ақшаны қолыма әлі алған жоқпын, бірақ ертең ақшаны алам, сразу соған салып жіберем дедім ғой. Апа, мен сізге номерін берейін деді. Ақтауға келгеннен кейін офисына барып қыздармен таныстым, барып договорыма қол қойып, қолыма договорымды алдым, сөйтіп очередьімді күттім, дұға қылдық, күттік, Аллаға шүкір. Сөйтіп осы кеше декабрь айында үйімізді алдық. Ең бірінші Аллаға сан шүкірлер болсын. Алланың қалауымен осы Рой кооперативті бізге кездестіріп атқан. Ол да бәрін Алланың қалауы ғой. Арген Оранғалиевичке де Аллаға шүкір. Сондай мұсылман бір адамдар болып кездестіріп атқанына. Шүкір, Аллаға шүкір, үйлі болып жатырмыз ғой әйтеуір. Жазбақ болмау үшіндер. Слишком қатты. Бір баса алмай қалатын бар енді өстіп. Рой кооперативтің жұмысшыларына да Алла разы болсын. Үлкен жеңілдік қой. Рассрочкамен, процентсіз, әйтеуір очередьпен, жаңағыдай өзің очередьің келгенде алып, очередь күте алмай жатқандар да бар ғой, өзімізде жаңа айтып отырмын ғой. Очередь келіп қалғанда кішкене тынымсызданып, қашан келеді деп, қанша сабыр сақтайын десең де, қанша дегенмен шыдай алмай не істеп жатамыз ғой. Тезірек ала қояйын деп. Мен Алланың қалауы болады ғой бәрі. Бақытты анамын мен. Аллаға шүкір. Балдарым бәрі қасымда. Бір қызым кір жағынан көмектеседі, біреу тамақ пісіреді. Бәріне Алла разы болсын. Арген Оранғалиевичтің семьясына, өзіне, отбасына амандық тілейміз.